Мына 5 түрлі адамға жолама. Бірінші сараң, екінші ұятсыз, үшінші тәкаппар, төртінші екіжүзді, бесінші надан. Сараң адам біреуге бірдеңе бере қоймайтын, қолы тар, тек өзін ойлайтын қытымыр адам. Ондай адамдар қолындағы барын өзге түгіл өзінен аяйды. Қазақтай дана халқымызда өзімді алсаң ал Құдай пейілімді алма деген нақыл бар. Міне осыдан ақ сараңдықтың өте жаман қасиет екенін аңғаруға болады. Ұятсыз адам сөзінде тұрмайтын, ар мен ожданнан жұрдай адам. Ондай адам досқа да жарымайды. Осы орайда Жүсіп Баласағұн атамыздың ұятсыздық ердің емсіз кеселі және Сарайдың ұятсыз адам иттен де жаман деген дана сөздері еске түседі. Тәкаппар адам өзін өзгеден зор санап, айналасындағыларға мұрнын шүйіре қарайтын адам. Дінімізде бұл қасиеттің жамандығы соншалық, жүрегінде шаңның тозаңдай тәкаппарлығы бар адам жәннат түгіл оның иісінде иіскей алмайды делінеді. Екі жүзді адам бұл барлық жаман қасиеттердің ішіндегі ең жаманы және жеркеніштісі. Сырт көзге сыпайы әрі мейірімді болып көрінетін, ал қиындыққа тап болса бет пердесі ашылатын адамдар. Екі жүзді адамның мынадай 3 қасиеті бар. Уәде берсе орындамайды, сөзінде тұрмайды. Сөйлесе өтірік айтады, оған сенім білдіргендерді алдап кетеді. Надан адам. Мұндай адам жол көрсетіп жөн айтсаң, мен бәрін өзім білемге салады. Ол адам бойындағы білімсіздікті, қараңғылық пен мәдениетсіздікті білдіреді. Надан адамның 3 белгісі бар. Тыңдап болмай жатып жауап береді. Түсініп алмай тұрып қарсы шығады. Өзі білмейтін нәрсесіне үкім айтады. Сараңның етін сасыған соң сары күшік жейді. Бай барын бермес, жоқ қарап тұрмас. Боз сараңнан түк дәметпе көнбейді, сортаң жерге еккен бидай өнбейді. Адамның ұяты бетінде, адамгершілігі ниетінде. Асыңа тойғызбасаң да, ақ ниетіңе тойғыз. Кең болсаң кем болмайсың, қол ашықтың жол ашық. Кішіпейілділік кісінің көркі. Жақсылық ағаш басында, жамандық аяқ астында. Жақсылық жүрген жерде тапшылық болмайды. Жақсылық еккен алғыс орады. Жақсылық қылсаң өзіңе, жамандық қылсаң өзіңе, аспанға қарай оқ атсаң, қайтып тиер көзіңе. Таспен атқанды аспен ат. Құш жаманы саңғығыш, адам жаманы қаңғығыш. Шөлдің қамысы болмайды, жаманның намысы болмайды. Жаман өзен өткел бермес, жаман кісі көпке ермес. Пейілі жаман кісіден көшеді, өз асын өзі жасырып ішеді. Жаман өкпелеймін деп сыбағасынан құрғалады. Қаш жаман қасындағысын қарақтайды. Өкпеден соққан жел жаман, елінен безген ер жаман, елге сыймас кер жаман, егінсіз болса жер жаман. Жамбаса отын жаман, жағалмаса қатын жаман, қараспаса жақын жаман, жау алмаса батыр жаман. Шығысы жаман қамысты су ішінен өрт алар, пейілі жаман адамды түйе үстінен ит қабар. Жаманға сырыңды айтпа. Жақсылықты қызғанба, бәріңізге жетеді. Жақсы болып бір жүрсең, дүние қызық өтеді. Жақсылықтың ерте кеші жоқ. Отырам деп ерінше көлер, кісіге жақсылық қылам деп көңілше көлер. Жамандықты көп қусаң, құтылмас пәле жолығар. Жақсылықты көп қусаң, бақ дәулетің молығар. Жақсыда кек жоқ. Жақсылықты басыңа қыл, басыңнан артылса досыңа қыл. Жақсылыққа асыққаның берекет, жамандыққа сыққаның пәлекет. Ай жарығы әлемге, шам жарығы түбіне. Жақсыға қылған жақсылық
өмірінше тозбайды. Жаманға қылған жақсылық бір күнгідей болмайды. Ат жақсысын мақта, адам жақсысын жақта. Боранды күні ит пен бала құтырады. Күркіреген бұлттың жаңбыры аз. Жеті атасын білген ол, жеті жұрттың қамын жер. Өзін ғана білген ол, құлағы мен жағын жер. Батыр мың қол бастайды, шешен тар жерде сөз бастайды. Айтқызған жамандықтың белгісі, қамшылатқан шабандықтың белгісі. Ақсақ қой түстен кейін маңырайды. Тозған қазды топтанған қарғалады. Қар қылаумен өседі, бала сылаумен өседі. Аз қойда айран бар, өре жоқ. Аз елде азар бар, төре жоқ. Жақсыда өкпе болмас. Түйенің бурасы жақсы, сөздің турасы жақсы. Жігіт көркі өнер. Ат қартайса ұрыншақ, ер қартайса жаңылшақ. Ораздының 30 қонаға бір келеді. Бал ұстаған бармағын жалар. Ұстаның бізі сүйкімді, жақсының сөзі сүйкімді. Қойдың сүті қорғасын. Қойшы көп болса қой арам өледі. Жол ақысы жүру, кісі ақысы беру. Қыз назы 40 кісіні масқылады. Егіндікті күз суар, күз суарсаң 100 суар. Қоян көлеңкесінен қорқады. Аты тоны сай кісі жиын тойға барсар, ұлы қызы бар кісі құдалыққа барсар. Шақырусыз тойға барғанша, шарығыңды кейде қойға бар. Жаманға жалынба, адамға табынба. Бүлінгеннен бүлдірге алма. Ер азамат белгісі, түзде мырза үйде құл. Арғымақ аттың құйрығы, әрі жібек, әрі қыл. Ер жігіттің белгісі, әрі мырза, әрі құл. Ақмақтың ақылы көзінде. Қаршыға салғанның қанжығасы тоқ, ителгі салғанның етегі боқ. Есі кеткен ешкі жинар, ешкі жинап есін жияр. Айдағаны 5 ешкі, ысқырығы жер жарады. Айыбы бар кеңестен қалмайды. Жаз жамылғыңды тастама. Құрметті көрермен, арнаға тіркеліп пікір білдіруді ұмытпаңыз.